Бүгінгі білім алушы, ертеңгі білікті маман, ел тағдырын ұстайтын басты тұлға. Ал мұғалімнің басты міндеті оқушының сапалы білім алуын қамтамасыз ету. Осы орайда сіздермен қазақ әдебиетін оқытуда Қанипа Бітібаеваның ой тастау, ойланту технологиясының тиімділігі тақырыбында озық педагогикалық тәжірибемен бөліспекпін. Қазақ әдебиеті сабақтарында ең басты жұмыстардың біріне оқушылардың көркем туындыны қабылдауы, одан әсер алуы, сол туындыны бүкіл болмыс бітіммен игеруі болып табылады. Ұлт мақтанышы, әйгілі ұстаз Бітібаева Қанипа Омарғалиқызының қазақ әдебиетін оқытудағы ұтымды тәсілдері барлық мұғалімдер қауымына таптырмас қазына, нәтижелі білімге апарар даңғыл жол екені мәлім. Қанипа Бітібаеваның инновациялық, ой тастау, ойланту технологияларын төмендегідей бағдарламалармен оқытамын. Genially платформасы арқылы болжау тапсырмаларын, тақырыпқа қажетті анимациялық презентацияларды, дәрістер жинағын, квест тапсырмаларын құрастырып, жинақтап пайдаланамын. Wordflow бағдарламасы арқылы флеш карталарды, яшықтағы тапсырмаларды, фортуна дөңгелегін пайдалану арқылы шығарма табиғатын терең түсінуге ықпал жасаймын. Заманауи платформаларды қолдану арқылы білім алушылардың қаламгердің өмірі және оның шығармасын қызыға оқуға, шығармашылық бағытта жұмыс жүргізуге, көркем мәтінді оқып үйрену және талдау жұмыстарын жасауда, оқушыларды зерттеу, ғылыми сипаттағы жұмыстарға баулуда, ақпаратты жан-жақты талдауда, пікірталастарға қатысып, өз ойын дәлелдеуде маңызы ерекше. Ақпараттандыру үрдісі сапалы білім беру үдерісіне әсер ететіні анық. Осы жайлы Жүсіпбек Аймауытов баланың ынтасын ояту үшін оқытатын нәрседе бір жаңалық болу керек деген екен. 2021 жылы Досмұхамбетов атындағы жоғары педагогикалық колледж жанындағы білім бейіні облыстық әдістемелік бірлестігі ұйымдастырған қазақ тілі мен әдебиеті пәні жаңартылған білім беру аясында жетістіктер мен мәселелер тақырыбындағы республикалық әдістемелік вебинарында өз тәжірибемен бөлістім. Вебинарда Қанипа Бітібаева әдістемесін жаңартылған білім берумен қатар оқытуды ұштастыру мәселесін ортаға салдым. 2022 жылы Қанипа Бітібаеваның республикалық олимпиадасы аясында мектеп, колледж оқытушыларына өткізген жаңартылған білім мазмұны және Қанипа Бітібаеваның оқыту технологиясы, 2023 жылы Қанипа Бітібаева технологиясының өміршеңдігі атты республикалық шеберлік сабақтарын атап өтер едім. 2022 жылы Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Шығыс өңірлік орталығы ұйымдастырған ұлт мақтанышына айналған Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева қазақ мектептерінде әдебиетті оқытудың әдістемесі мен жаңа технологиясын қалыптастырған әдіскер ұстаз тақырыбындағы өңіраралық педагогикалық оқуларында 2023 жылы Алматы облысының білім басқармасы облыстық білім беруді дамыту оқу әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен өткен оқытудың өнімді әдістерін тиімді пайдалану, білім сапасын арттырудың механизмі атты өңіраралық вебинарында тәжірибе бөлістім. Биылғы оқу жылында Lesson Study оқытуды басқару және бақылаудың тиімді тәсілі облыстық практикалық оқу семинарында жоғары дәрежелі сұрақ қою дағдысын дамытуға сұрақ қою стратегияларын қолдану қалай әсер етеді атты тақырыпта Lesson Study үдерісі бойынша өз тәжірибемен бөлісіп, техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтеріне облыстық ашық сабақ өткіздім. Сондай-ақ Назарбаев зияткерлік мектептері педагогикалық шеберлік орталығы өткізген іс-әрекеттегі зерттеу және сабақты зерттеу білім беру мекемелерінде жүзеге асыру тәжірибесі тақырыбындағы 6-шы аймақтық конференциясында тәжірибемен бөлістім. Қанипа Бітібаева технологиясы, шығармашылық құзыреттілік пен бүгінгі таңдағы өзекті стратегиялардың бастау көзі тұғыры дер едім.